Сәлем достар, бүгін үй жағдайында екі ақ заттан тұратын мороженелар жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті сгущенка, сливки керек 33%. Көз мөлшерінше өздеріңізге керекті сливкеңізді құйып аласыздар. Жақсылап миксермен осындай қоюланғанша араластырып шығатын боламыз. Содан кейін сгущенка, бір банка сгущенканы қоссаңыздар болады, немесе жартысын қоссаңыздар да болады. Әркім әрқалай жақсы көреді ғой. Сосын ванильный сахарды қосып, бірге тағы да араластырасыздар. Шоколадымызды су ваннасында осылай ерігенше араластырып тұрып, ертіп аламыз. Одноразовый стаканға шоколадтарымызды құйып, шет-шетіне жақсылап жағамыз, барлық жеріне тию керек. Осылай жағып шығасыздар видеодағылай. Сосын морозильникке 10-15 минутқа қойып аласыздар. Шоколад қатқанша мороженымызды осы стакандарға құйып шығатын боламыз. Менде 3 түр шоколад және 2 ақ мороженое шықты. Осылай ұрғылайсыздар, себебі бір қалыпқа, бір массаға келу керек мороженеміз. Осындай таяқшаларды салып шығасыздар. Таяқша болмаса, үйде қасықты да салсаңыздар болады. Бір түрге осындай киви бар еді, үйде кивиді де қосып, бір түр мороженое жасап қойдым. Жасап көрсеңіздер болады. Дәмі өте керемет шықты. Ванильный сахар қосып жіберсеңіздер де болады. Кивидің қышқылдығын басады. Осылай стакандарға құйып, көрдіңіздер ғой, қасықты да салып, мінекей мороженеміз дайын болды үй жағдайында. Үйдегілеріңізді, жақындарыңызды, балаларыңызды қуантыңыз. Осы дәл менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер, мороженеларыңыз керемет болып шығады. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Менің YouTube каналыма тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны баса кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге пайдалы, керекті, қолжетімді рецепттер салып тұратын боламын. Сіздерге алдын ала рахмет.